Астана-Щучье тас жолындағы ақылы жол төлемдерінің жүйесі жаңғыртылатын болды. Бұл жұмыстарды Қазавтожол акционерлік қоғамы франциялық компаниямен бірлесіп атқаруды көздеп отыр. Қос тарап өзара келісімге келсе, жүргізуші жол ақысын төлеу үшін кептелісте тұрмайды. Жаңа құрылғылар көліктің мемлекеттік нөмірін тез танып, төлеуге тиіс ақыны кедергісіз көрсететін болады. Халықаралық деңгейде тәжірибесі бар Джоа компаниясының электронды жабдықтары Еуропаның бірқатар елдерінде. Сонымен қатар Африка, Қытай сынды өзге де мемлекеттерде орнатылған. Мысалы, Франция жолдарының 85%-дан астамы осы мекеменің терминалдарын пайдаланады. С момента запуска системы прошло более 3 лет. Бұл жүйені іске қосқалы 3 жыл өтті. Сондықтан кез келген ақпараттық жүйе секілді бұл да жаңартуды талап етеді. Франциялық тарап жүйенің жұмысын жақсарту үшін белгілі бір ұсыныстармен келді. Жалпы алғанда құрылғылар мен бағдарламалық қамтамасыз етуді жаңарту керек. Сонда жолмен жүріп өту кезінде еш қиындықтар болмайды. Джоа компаниясы осы аптада Қазақстанда қолданыста бар ақылы жолдардың жүйесін зерттейді. Біріншіден, жаңғырту кезінде жүйенің жылдам жұмыс істеуін қамтамасыз етуді қолға аламыз. Ол үшін тапсырыс беруші тараптың қалауын міндетті түрде тыңдаймыз. Сондықтан Қазақстанға бір топ маманмен келдім. Мәселені жан-жақты талқылап болған соң нақты ұсынысымызды береміз.